ондай саяси әзілдерге кішкене қарсы болдым мен. Қарапайым Қайрат, соның арасындағы ерке балдар болады ғой. Кешірлермен жуған кезде басында. Орысша тілмен айтқанда всерьез воспринимать етпейді да. Сол ұрған сәтінен бастап алар күле береді, қайта күле береді. Болды, бірақ егер мен осыны 2 дубльдан ойнап бермесем, онда мен сізге 1 жәшік. Ол боқтап жатқан жоқ, ол жерде ешқандай жаман нәрсе істеп жатқан жоқ. Сен бір қызбен боласың деп айтады маған ше. Мен айтам, қалай десем, біз сөйтіп жазып жатырмыз дейді. Үлкен кешірім сұраймын. Твори добро всем непорядочным назло, с миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как стучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети как солнце сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить: ай, молодец, молодец, ай, молодец, 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 молодчина дес. Ай, біз жай жүре алмай жолдың қиынын таңдаймыз, оңай жол бар болып тұрса да. Идея келді, басқа сериалдар сияқты емес. Негізі өмірде қазіргі барлық жастар деп айтпай ақ қойын, бірақ көп жастар өмірде өздерін қалай ұстайды, қандай әзілдер айтады, қалай сөйлеседі, соны көрсету болды да. Қалайсың деді? Мынау антеннаң шығып кетті ғой, 4G ұстап тұр ма? Бля, сендер ғой заебал. Басты мақсат сондай идея келді, сөйтіп осындай бір веб-сериал жазсақ, мүмкін халыққа жақсы андай халыққа кіреді деп сондай деп ойладық та, и сол идеяны осы жасадық. И чё кеше не болды? Все. Нурик бар ғой, сол звондайды, досты үйге келіп сойып берші дейді, короче. Үйіне барып сиырын сойып бердім, соң достың ырза болған соншалықты 2 шишаны ортаға лақтыра салған ғой, прикинь. Отвечаю, братан, сен. Негізі Қарапайым Қайрат не ғой? Ситком да емес, сериал да емес. Өзі бір жанры бір андай араласып кеткен, аралас бір нәрсе ғой, түсініксіз. Басында 1-ші маусымда мүлдем басқаша болды. Тю-тю. Қалайсыңдар? Без проблем, винома, без проблем ғой. Соң 2-ші маусымда мен қосылғаннан кейін, мен білмеймін, мен үшін ба, әлді есімде жоқ, қанша 3 жыл өтіп кетті ма? Драма пайда болды ғой. Драма, жұртты жылататындай сахналар пайда болды. Актерлар басқаша ойнай бастады. Енді бұлай сериал дамый берген сайын өзгере береді ғой. Ең алғашқы ұсыныс маған осы Қарапайым Қайраттың идеясының авторы және продюсері, бас продюсері Сәкен Тоқтақұлов бауырымыздың ұсынысы болды негізінде. Ол қалай болды? Мен Ауылдастар дейтін комедиялық сериалдың басты кейіпкерін сомдап жүрдім. Сәкен братан хабарласты. Болашағы бар проект, бір рет оқып шық, мен саған қазір түстеп айтпаймын, өзің ойланып қара, бір ұсынысым бар еді саған деп. Уақытың вообще. Приколись, что ли, а? Приколись, что ли? Братан, успокойся. Прикол деген осындай вот, көрдің ба? Нормально, что-то. Қорықпа, ананың ішінде бәрі оқ жоқ, біледі. Ты что, біледі? Жарайды деді да, маған бір 10 минуттың ішінде сценарийді жіберді толық. Мен Қарапайым Қайраттың сценарийін
ашып оқыған кезде екінші абзацынан түсіндім. Болды, ары қаратай оқыған жоқпын. Мен бірден қайтып Сәкен братанға звондадым, хабарластым. Маған ұнайды дедім. Енді тек рұқсат жаңа продюсеріміздан, бас продакшн продюсерінен рұқсат егер я дейтін болса, онда мен міндетті түрде түсуге дайынмын дедім. Точно жоқ па, Сопақ? Өзің сияқты дәу итің бар еді ғой. Оған абасына бәтеп, басына сип қораға бірақ қамап тастағансың. Чё, не болып қалды? Қауып, прикинь, қараш. Походу сені танымай қалған ғой. Главное, рандойларын танымай қалмасы болды. Главный герой Қайраттың класстасы ретінде қосып, мен келдім, Максим Амраев келді жаңа актер болып, жаңа персонаждар болып қосылып, бірінші сезон аяғынан бастап қосылдық қой, сөйтіп келдім. Сопақ подкинулся деген слоган, названиясы болды сол серияның. Подкинулся емес қой, қате, бірақ, образ бойынша түрмеге отырып шыққан жігіт қой. Сол подкинулся он, короче, откинулся, приехал, встретился с друзьями дегендей. Ой, бля, не болды, жаргонмен сөйлеп, бля. Я так по фене ботаем, нигде не работаем. С блатным по блатному, с людьми по людскому ғой. Сопақ. Қарапайым Қайратқа бірінші сезонға мен негізі ол кезде екінші курста оқып жүргем, академия жүргенсін. Сол кезде Майна деген кастинг директор Сәуле рөлін ойнайтын. Былай сырттай таныс болдық, маған айтты, кішігірім эпизодтық роль бар деді. Соған қатысып кетесің ба деді. Мен енді ойымда болған жоқ, ауылдың қарапайым қызы деп айтты маған. Все, хорошо. Площадкеге келдім. Негізі енді бірінші сезонда бұндай үлкен дайындық болған жоқ қой Қайратта. Команда кішкентай, адам аз, жай кішігірім камера. Енді ойладым, жай сериал екен ғой деп мән бермедім. Сөйтіп түсіп кеттім. Ол жерде Айгүл жаман сөз айтпайды, жақсы қыз. Енді сценарий тек қана өзімнің моментімді ғана оқығам ғой. Жалпы сценарийді алмаған көрмегем. Жан, сен тыңдашы. Не керек? Сен не керек екен болғанда тыңдашы, мен жарай ма? Наны бар ғой, негізінде қыздар істеген жоқ. Мен сен конкретно ден наны ұрсын. Бұны істегенін білесің ба? Мына долбоеб конкретно. Жан. Недоразумение, ошибка болып қалған ғой. Ошибка. Сенші сен, Жан. Педики. Сериал шығады. Мен оны қайдан білім шыққан, Инстаграмға маған пересылкалар келеді ютубтан. Келе береді. Подписчик көбейіп жатыр. Санаулы күндерде 10 000 подписчик болды. Ол кезде вообще Инстаграмда жүргізбейтім, қарамайтым да. Адамдар келіп жатыр. Қайдан келіп жатқан басында түсінбеймін. Сосын отметкаларға кірем. Қарасам Қайрат. Не екен деп ютубқа кірем де қарайым сериалды. Екі көзім төрт болды ана жерде. Қайрат, тұр! Не үшін ояттың сен мені? Мама ғой аяқта тұрсын деп отқан. Қаншада келдің? Мен таңда мал шығарғанда келдім. Мал болып. Бір күн бұрын үйде отқам, сценарий келді. Ана сценарийді оқимын ғой. Братишка деп жазылып тұрады менің атымда. И Қайрат деп тұрады. Мен андай оқып көрмеген өмірімде. Ана жердегі бірінші серияның мен жұмыртқа пісіріп сондай жері бар. Сол кезде боқтап маған айтатын жерлері бар да. Мен ананың сценарийін оқып отырмын. Маған бір түрлі, сосын үйдегілерге оқытам ғой, осындай сериал екенін аңғараңыздаршы. Бәрі немене өзі деп ондай болмаған ғой, вообще сөйтіп түсінбейміз, сосын қандай сериалға түсейін деп жатсың дейді. Мен білмеймін, ертең көреміз деп сөйтіп келесің бардық, сөйтіп бағанағыдай. Бір уақытта кірдік, кезек-кезек кіріп атты балалар. Кірген кезде Еділ аға бір бәле деп айтып қалады да, общем ше. Аналарға тиіседі енді, көріп жатыр ғой. Сөйтеді бір бәле деп, ана балалар я деп ойнап шығады. Соңынан ба мен кірдім. Мен кірген кезде Еділ аға маған бір тышка тықты үшін бір прикол тығады ше. Мен үйде де сөйтіп өскен балам, мен ерке баламын да, енді үйде кішкентай ағамдарға, әпкелеріме андай прикол ұстап үйреніп қалғам да. Еділ ағама бірдеңе айтады, мен обратно оған прикол тығам ғой сол жерде. Білмеймін, енді сол үйреніп қалғам ғой. Мен походымда саусағым шығып кеткен. Риск тартып жүрші. Прикинь, айыртса беретін болған ғой. Қайрат, бір жерің айырылып кеткен жоқ па? Бар жүк сауағымды. Ана жерде жыртылады біздің кастинг директоры Марина Сүлейменова, продюсеріміз Сәкен Тоқтауов. Бәрі сол жерде қырылып, күліп,
сөйтіп деп сосын бір кезде нені ойнадық, сценарийді ойнадық. Сөйтіп күліп бәріміз, білмеймін, әйтеуір қатты күлім шықты. Сөйтіп кейін бір айдан кейін ба съемка алып кетті ауылға. 8 картошка жете ма? 8 картошка жете ма деймін? 80 братанға ешқашан жетпейді ғой. Айырып тұрасың ғой, прикол. Қайраттың мен осы 5-ші сезонда бірақ атымды айтылады. Атым айтылады. Мен осы серияға шыққан, осы күнге шейін вообще атымды айта алмаған ғой. Щегол, братишка, бүйтіп кел, сөйтіп кел, сондай ғана аттарым жүрген. Мен бәрі де менен сұрайды, сен атың кім? Өзі Қайрат дейді. Білмеймін дейтін мен де, мен братишка деп айтады. 5-ші сезонда атым қойды, мен атым өз атыммен ойнаймын, Айбарыс болып. 5-ші сезонда. Сол кезде енді ол жерде кинодағы Айбарыс пен өмірдегі Айбарыс негізі қатты ұқсайды. Тек өмірдегі Айбарыс қалада тұрса, кинодағы Айбарыс ауылда тұрады. Малға су бердің бе? Я жаңа ғана бөлмесіне апарып бердім ғой. Сөйтсің ба? Бажа бар ғой. Қарапайым Қайратта Бажа. Алмазға мен ағам. Ол походу линейный болып жұмыс істеді. Ең бірінші проект басталарда. Бір жерде отыр заведениеде. И үшінші адам жоқ, короче. Ертең уже мотор бірінші сериядан. Үшінші Тучина ойнайтын актер жоқ вообще. Түнгі сағат қанша? 11 ма, 12 ма болып отыр, короче. 5 сағаттан кейін, шо уже съемочный күн басталады. Отыр. Маған қарайды, по идее сен келесің. Ойнайсың ба? Айтамын, да, көрейік. Онымен бірінші Қарапайым Қайрат, онымен бірінші андай сериалым болды. Женес, братан, терпей алмайсың ғой, алып тастарсың үйлегіңді. Сен не бетпен бұқ басып кеткенсің ба? Артус шірімей. И вот келістік, сразу 5 сағаттан үйге барып ұйықтат еттім да. Ұйықтатым, тұрдым. Короче, таңғы сағат 5-те ғой. И мен басында андай представлять еттім. Все, короче, өте барлығы андай кинода көріп жүресің ғой, актерларды осындай прям ровно алып келеді. Пледпен отырысып қояды кофемен. Таңғы сағат 5-те деді, 5-те тұрып алдым ұйқыдан. Как положено. Күтіп отырмын, что-то 6 болды, 6:30, 7 болды. Что-то жоқ. Звондаймын, міне келдік дейді, сағат 7:30-да бір келді. Төлеген аға. О, Төлеген әпше, братан шақырып отыр ғой. Әпшесіне сен щегол, жай сөйлей. Қыздар іскенде очкимен шляпа киіп алсың. Мынаны көрдің ба сен, алты. Немене бетпен жүріппегенсің ба? Қыс болды, матушка бар ма? Жоқ еді. Жүр. Бұл да шындық қой, негізі ауылдан көптеген балалар келеді. Ақша табам, бүйтем, сөйтем деп, бірақ солардың кейбіреулері мысалға оңай ақшаға тез андай байып кеткісі кеп, соны заңды бұзады, бүйтеді, сөйтеді, и сонымен арты жаман, жаңағыдай неге айналады. И Қайратта көрсетейін дегеніміз сол, то, что осы Қайрат сияқты олай жасауға болмайды. Егер жасаған келсе, қасындағы достары сияқты өз еңбегімен, адал еңбекпен жассан, сенде бәрі болады. А бұлай адам тонап, ол ақша жақсылыққа әкелмейді. Сондықтан оның өзінің алған жазасын сол үшін жаздық, біз солай көрсету үшін осындай Қайрат сияқты қателік жасамасын деп. Пойдем. Кайра! Кайра! Бля! Кайра! 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 Болмай жатыр мынау! Кайра! Кайра! Есімде жоқ, қандай серия екен, Қайрат кімге келеді? Айгүлге. Ішіп мас болып келеді. Ішіп мас болып келеді, өзінің несін айтады, жағдайын, сезімін айтады. Сен осындайсың, басқа жігітпен жүрсің, ана мынау дейтін бір өзінің несі бар, сахнасы. Ұнағаны не? Бір дубльмен түсіреміз ғой, соны. Бірақ дубльмен түсіреміз, актерлар күшті ойнап береді, Еділ мықты ойнайды, Индира да жақсы ойнайды екеуі. Индира көз жас жібереді ғой сол жерде. Стоп деймді, сосын бетіп ойланды, в принципе, было деймін ғой. Соң кейін оператор бала бар бізде, Антон Косяненко дейді. Жаңа несін қарап отырық плейбэкті. Қарап отырмыз, бұрақты Антонға қарасам, көзінен жас шығып,
ей, не болды? Не болды, жылама, болды, қой деп. Сол. Ең эмоционалды сахна сол болды мен үшін. Бақытты сатып алмайсың ақшаға, Айгүл. Тоқта, мен түсіндім. Мен саған сөз салған кезде, сен маған сол байдың баласы үшін жоқ деп айттың. Қайдан сенің сөздерің қайда? Мен сені сүйемін деген қайда? Жоқ, все, улетел ана. Айгүл, сенің құның қанша тұрады, айтшы? Тоқта. Қанша доллар? Айтшы. Бізде болмай қалды, саған сеніп қалды. Базар жоқ қазір. Бақытты болма. Шын керек, қандай қазақ болсын, мысалы, қаланың қазағы болсын, ауылдың қазағы болсын, басқа жердің қазағы болсын, оның ішінде бір қайрат бар негізі. Оны мойындау керек. Қайрат менің болмысыма өте жақын болды, себебі ол да ауылдан болды біріншіден. Сенің Қайрат ағаң арақты мүлде аузына алмайды, түсіндің ма? Қой, қанша сағатқа? Саған серьезно айтам. Адалдығы, негізі адал жан ғой ол, негізі өзі қарапайым, адал жан. Бәрін әділетті түрде шешетін, мысалы, көптеген достардың арасындағы мәселелер пайда болған кезде, ол әділетті жолмен шешудің жолын іздейді негізі. Мүмкін солай да халықтың көңілінен шыққан шығар деп ойлаймын негізі. Бауырлар, қойдар, сөзбен шешекті, бауырлар, қойдар ше. Сендер пиздес шығарсың. Қайрат болма, адам бол деп тұр. Негізі қайрат ол жаны жайсан, бауырмашыл, ауылда өскен, сондай досы десе, семьясы десе, жан пида болып тұратын жігітті. Бірақ оны құртатын арақ, және жаман қылықтар. Жалпы қарасаң, қайраттың образына қарап, жалпы қарапайым отбасынан шыққанда дейікші, ауылдан демей қойын, қарапайым отбасынан шыққан кез келген қазақтың жігіттің көруге болады. Сол жерде де айтылып тұрды, ол қайрат болма, адам бол деп тұрды. Ол қанша жақсы адам болмасын, қайрат, ол ішкеннен кейін ол мал болады. Мал таза. Өздеріңіз 5-ші сезонға 4 сезонын көрдіңіздер ғой. Сондай образда, сондай өмір салтыменен жәнегіндей өмір сүретін адамдар либо өліп тынады, либо сотталады. Екеуінің біреуі ғана, третьего не дано. Мен сен бетің айтайын, далбойы бол сенсің. Қарашы мына түріңе. Осы дұрыс па? Күнде ішесің, алқаш болып кеттің ғой уже. Не нормальный жұмысың да жоқ. Жұмысың болғанменен ол жерде істей алмай кәсәч деп шығып кетесің. Қайдан ақша болады сенде? Сонан ақыр, мәселенің бар ақшадан мана. Айтшы біле. Ақшада емес, соның төңірегінде. Айгүл қатын қылып алатын болсаң, Айгүл осындай жігіт керек па, айтшы? Бұл сериалда не көп, жаман персонаж көп, отрицательный персонаж көп. Сол отрицательный персонаждардың ішінде бір жарық сәуле сияқты Айгүл болды. Жақсы қыз, көп адамның идеалы болатындай. Неге бұл персонаж мен Айгүл көп адамдарға ұнады? Себебі бұл бір жақсылықтың символы сияқты болды. Қандай қыз болу керек, жақсы, дұрыс, Қайратты әрдайым жақсы жолға салып отыратын, қайта-қайта жөндеп отыратын персонаж болды негізі. Содан кейін көп адамға бұл оттай басылды да көзіне, о, күшті екен, жақсы қыз екен деп. Бірақ бәрібір де андай болды басында, көшеде кетіп бара жатқан кезде адамдарда енді фильтрация жоқ қой негізі. Әй, Айгүл деп, ана бірінші сезондағы ше, қақтайсың, өзің қалайсың деген бар ғой. Соны айтады, андай бір шекара болмады адамдарда. Бастапқы кезде, бұл сериал шыққан кезде адамдар кішкене бір актриса ғой деген болған жоқ. Айгүл қалайсың, че там деп.
өзімді жайсыз сезіндім басында, потом үйреніп кеттім оған барлығына. Адамдар әртүрлі болады ғой, адамдардың қабылдауы әртүрлі болады, және де актерларға қарау восприятиясы да өзгеше болады. Біреу оны актер ретінде қабылдаса, біреу оны сол персонаж ретінде қабылдайды да өмірде солай сенеді. Тұрмысқа шыққан кезде кейіннен маған айтты ғой, Айгүл, там Қайрат көрсе бұрышын шығарады деген сияқты. Жаным, қалайсың? Нормально, кактайсың, өзің қалайсың? Молодец, жарайсың. Неге водолазка киіп алғансың мынадай ыстықта? Водолазка болғанда Айгүл, сен қасың ба? Мынау не ма? Не істегенсің сен? Ұят емес па? Оңбаған! Танымалдылық ше, бірінші сезоннан кейін резко болды ғой, по идее. Сен Қайратқа түскен емессің ба, сен кім Қайраттың інісісің ғой деп сөйтетін. Кейіннен мен өстім ғой бағанағы кезде ше, өскен бағана кішкентай кезімнен кейбіреулер уже танымайтын. Сен түскен жоқсың ба Қайратқа, сен түрің ұқсайды деп ше. Өйткені мен өсіп кеттім, кішкентай кезімде сен салыстырамай алады елдер ше. Сөйтіп сен түстің ба, мен айтты кейбіреулер неме жоқ, мен түспедім десем, сен қалатын кәдімгідей, мен ол емеспін десем. Шынымен сөйтетін. Отын жарып қойдым уже. Қой, бүгін точно жауатын сияқты ғой. Сен онда бүйти, мына ыдыстардың бәрін жуып, мына жерді жинап тастасай, конкретно боран соқсын да. Все, брат. Тучи персонаж ол өте күлкілі. Мен даже иногда өзім сағынып, бір көріп аламын қарапайым Қайраттың алғашқы серияларын, бірінші сезондағы. Өйткені просто ол сериал адамның көңіл күйін көтереді. Сол өмірді кешкен адамға бір өте жағымды. Мен сағынамын съемочный процессті, съемочный командаларды. Ол съемочный өте көкірек етіп оның барлығын. Просто қазір көбісін айтпаймын, но честно, съемочный команда барлығын сағынамын. Сериал андай ерке бала ғой. Қазақстанда мысалы неше түрлі сериалдар бар да. Мықты сериалдар бар, барлығы серьезный комедия, правильный комедия, ондай да, менталитет вообще. Но қарапайым Қайрат, соның арасындағы ерке балалар болады ғой. Вот сол ерке сериал, и сол үшін, наверное, менде андай сол проектке махаббатым ерекше. До свидания. До встречи. До скорой встречи. Ты что, больше заебал? Рауанды жеңістан мойкадағы кешірлермен жуған кезде басында ол жылап, қой мен жуынбаймын деп анау өткен кешір акасы ұрған кезде қатты не істейді екен да, ол прям ауырып оны. Соен андай басқасын тауып алып, оны кішкене суда жай беретін. Сол моменттер, бірақ енді айтып тұрмын, әр сезонда ондай моменттер көп болды. Ең ұзақ түсірілген сахна болды. Ана кім Жүке мен Жеңіс бір ауырып қалады. Андай жаман аурумен. Соны Жүке жаңағы укол салады көтеніне. Соны кім көріп қояды? Сопақ. Сопақ көреді, Қайрат қайтады, аналар, андай болып жүр, туалетке жабылып алып деп. Сосын Қайрат аналарды қуып шығады, артынан кім жаңағы Сопақ пышақпен келеді. Сосын мынандай бір несі бар моменті, Жүкен шекесінен ұрады бүйтіп, шылп еткізіп. Сосын аны Жүке кімге қарап, Жеңіске қарап бірдеңе айту керек болды да. Сол ұрған сәтінен бастап аналар күле береді, қайта күле береді. 17 ма 18 дубль түсірдік. Соның 17-ші дублінде айттым, жігіттер былай келсейік дедім. Бізде уақыт аз, басқа сахна түсіру керек. Былай істейік, кім күледі, сол маған 2 жәшік виски қойып береді деймін ғой. Кеттік, начали дейді. Кетті, ойнап жатыр, жақсы кетіп жатыр, кетілер, қайттан Жүкенің басынан шылп еткізеді. Пар деп екеуі Жүкемен кім еділ күледі ана жерде. Айтам, сен бір жәшіктен маған виски қарсысыңдар деймін ғой. Короче, блядь, анада проституткалерге барды ғой мыналар. Ну, содан бірдеңе жұқтырып алыпты мынау. Пидорас екенсің, Жүке битің айтайын бар ғой. Охуел, что ли ты, ебать, долбай? Айтпаймыз деп келісті қойын ғой. Ебаный в рот, көріп тұрсың ғой, непонятный ситуация болып тұрған. Режиссерді Әділет мырза тұртта қолымды бірден алды. Сен шынымен
2 дубльдан егер осы сахнаны ойнап беретін болсаң, онда мен саған деді да өзінің бір ұсынысын айтты, ал мен айттым, болды, братан, егер мен осыны 2 дубльдан ойнап бермесем, онда мен сізге 1 жәшік жаңағы виски қойып берем деген кез болды. Әрине, ол спордан менің ұтылғаным айқын болды. Сөйтіп, бәріміз шаршағанбыз. Енді сондай бір кездер болған, қойып берген кездерім болған. Бірақ өзім ішкен жоқпын. Мамадан звондап сұраймын, мен тексерем, тағы да беріп жіберем, жарай ма? Все. Керектілеріңді жаратасыңдар. Кетті ме онда? Давай. Әкелет. Құршы. Құршы. Бетіне сен ұялып қалған несейді? Жәке менен кім Жеңіс екеуінің ваннадағы бір несі бар ғой? Сол сахна көбінің есінде қалған. Содан жәнегі Сопақтың қайғыратын сериясы ше, ішіп кетіп, ностальгировать ететін, және флешбектары, сол серия негізі көп көрген жерде соны айтады зрительдер. Все. Өтті, қағазы бар ма? Қағаз да бар, влажный салфет бәрі бар болып бар. О, сука! Ай, басым! Мән, ноудық. Енді сезон басталған кезде мен әлі кішкентаймын, ойымда ештеңе жоқ, жап-жасыл, розовый очки, дәл персонаж да сондай болды негізі. Тап-таза, Қайратпен бірге тұрып шемішке шағып, күшті әңгімелер айтып, сондай болды. Ал уақыт өте келе, сезон ауысқан сайын Айгүлдің мінезі кішкене өзгере бастады. Ол қатая бастады, ол өмір көре бастады. Ал енді қазір не болып кетер, спойлер болып кетер, бірақ сәл айта салайын, 5-ші сезонда Айгүл мүлдем басқа қырынан сіздерге танылады. Себебі ол бірінші сезондағы көзі топтамалақ болып, жыпылық-жыпылық етіп, Қайраттың әрбір сөзіне сенетін Айгүл емес. Бұл жерде өмір көрген Айгүл, жасы өскен Айгүл, түрлі өмірлік қиындықтардан өткен Айгүл. Адам өскен сайын оның зрачок өзгереді дейді ғой. Рас, оны да мен байқаймын, көп адамда айтады, адамның өскенін әжімдерден емес, оның көзінің ар жағындағы өмірлік әртүрлі иірімдерден өткенін сол көз арқылы білуге болады дейді. Бесінші сезонда Айбарс, сен бір қызбен боласың деп айтады маған ше. Мен айтам, қалай десем, біз сөйтіп жазып жатықпыз дейді. Сөйтеді, деп бұл қалай болады екен деп сөйтіп жүріп, соны бір күн сценарийді ашып оқып, соны таппаймын ғой сол жерін. Сөйтіп алдайды екен көп жерінде. Сеніп мен алған іздеп, сондай жерлерін қай жер екен ал деп. Луис Уиттон деп аталады. Бұл әнші емес па? Сен айтып тұрған Уитни Хьюстон. Мен саған айттым ғой, Луис Уиттон деп. Сондай бар. Бірақ сол ақшаға ше ауылдағы бір 2 сиыр алу керек еді. Одной сиырды не аласың сен? Алсың? Байытын едік та. Одной. Біз по-любому байымыз. Мен скоро ұялам. Мачка екенін көшір ғой. Қайраттың жағдайы, ауылдың баласы болғаннан кейін, мама папасы бай емес, ақшасы жоқ. Но ол всегда достарымен бірге бір жестик еткісі келеді. Но өкінішке орай просто оның жолы болмайды. И ондай достарымыз, конечно, көп бардың да. Қайрат өте яркий персонаж, который тем более вот Еділ, вот мен үшін өте топовый актер. Мен түсінбеймін неге қазір кинолар неге Еділді вообще в целом главный рөлге шақырмайды. Өйткені Еділдің в целом актерский данылары, пониманиясы в целом. Ол драмында ойнатылады, комедияда ойнатылады, ол барлығы ойнатылады. Но мен қатты шығып кетті, неге Еділді полный метраж шақырмайды главный рөлдерға. Ол алып шығады. Кішкене шатырып қалып кетті, дейсің ғой мен қуамын. Қараш деймін ана. Шағыр? Бәсік. Шәк. Жатам. Кеш ма? Берді ма,
Короче, маған бермейтін сияқты ғой. Енді Тұршы, саған стопудовый беретін сияқты ғой. точно беремін, а? Че, кіріш бар. Подгон ғой менен, кірмей қалама деп қорқам Бұл не ғой енді? Шынайы андай өмір болғаннан кейін, өмірде әртүрлі нәрселер бар ғой енді. Ол Еділдің, Қайраттың қазір жасы где-то бір 30-дан енді асып жатса, білмеймін, егер Сәлем тағы да керек деп жатса, біз қарсы емеспіз жазуға. 6-шы сезон, 7-ші сезон, полный метр түсіруге де біз жасай алатын сияқтымыз уже. Өйткені қазір Қайраттан бөлек сол Қарға деген сериалды біз жасадық тоже. Полный метр түсірдік, белгісіз батырлар деп сол. Бірақ Қайрат менің сол творческий путь дейді, соның басы. Сондықтан бұл проект маған өте ыстық. Бұл проектті мен әрқашанда жасай беруге дайынмын. Не болып талтаңдап, а? Крутой, что ли? Запомни, конкретно бұл ауылда мен ғана талтаңдап жүрем. Тұтын ба? Акмеш. Ана Ғанида талтаңдап жүреді ғой, брат. Қандай Ғани? Ана талтақ Ғаниша. Ешек. Аузын жапшы сені. Қайрат болмаңыздар, адам болыңыздар. Соны айтамын мен. Негізі көбісі Қайратты жақсы көреді ғой. Өйткені Қайрат сияқты жігіттер біздің арамызда өте көп. Бірақ Қайраттың істеген нәрсесі жақсы нәрсе емес негізі. Әрине өзінің андай достары арқылы, тағы басқа бір ситуациялар арқылы ол жаманшылықтан шығып кетеді. Болады сондай сәттер. Бірақ өмірі қиын болады. Қайрат сияқты өмір сүрсіңдер, өмірлерің қиын болады. Сондықтан Қайрат болмаңдар, адам болыңдар. Бекераттың ше. Родной, блядь. Мен досымды, блядь, пышақтап отқан кезде мен қарап тұра алмайды екен, нахуй. Ертең проблема болады ғой. Хуйня, родной, сука. Негізі айтып жатырық қой, бұл жігіттердің өмірін көрсетеді. Қайрат ол собирательный образ. Бүкіл қазақтың образы болды. Әрбір жігіт өзін көреді. Ой, я интеллигентный, мен майбақпен жүрем, мен әкем депутат десеңде де, ода да бар. Қайраттың да шиковат еткен кездері бар. Дұрыс па? По факту. Бүкіл қазақтың жігіттерінің собирательный образ. Удачник, нахуй. Сендердің қолдарынан, нахуй, боқта келмейді, нахуй. Маған еще келіп бір нәрсе деп сөйлесіңдер, нахуй. Сопақ, нахуй. Пошел, нахуй. Сен ба? Сен мынамен қосылда. Пошел, нахуй, сука. Пизду вас, нахуй. Идите, нахуй. Біздің сериалды көріңіздер, сіздер үшін үлкен команда еңбектенді, және де бұл команда сіздердің көңілдеріңізден шығатын сериал жасады деп ойлаймын. Енді бұл кішкене енді трогательный момент қой, 5-ші сезон, қаншама сезон артта қалды, қанша өмір артта қалды, соның барлығын өте келе, дәл қазір сіздер 5-ші сезонды көресіздер, сол дәрежеге жетті деп ойлаймын. Концертке барайық? Алдыңғы қатарда отырып көретін боласың. Дайындал. Тогда до завтра? До завтра. Давай. Пока, Жан. Үйдеміз. Қайрат секілді болмаңыздар, Қайраттың жақсы жағын ғана алыңыздар, жаман жағын алмаңыздар. Өмірлеріңізден тек әрбір кинодан, әрбір сериалдан өздеріңізге бір жақсы нәрсе түйіп қалуларыңызға болады. Соны түйіп қалыңыздар. Біздің режиссеріміз айтатын, ең басты адам болайық дейтін, сол сияқты ең басты адам болайық. Не істеп отырсың? Қыздарға Валентинка жазып отырмын. Бүгінден Светова Валентина ғой, білесің бе? Махаббат күні. Айтпақшы, Айгүлге жазасың осы. Мен саған терпила емеспін жазуын, түсіндің бе? И Қайрат 5-ші серия шыққаннан кейін менде традиция болған, әрбір ауылға келгеннен кейін мектепке соғып шығамын, мұғалімдермен амандасып шығамын. Өйткені сол кісілердің арқасы Алматыға түсіріп, маған білім беріп, біліммен қамтып, бүкіл нәрсені үйреткен сол кісілердің арқасы, обязательно амандасып шығу керекпін. Мектепке кірем, перемен тып-тыныш сабақ болып жатыр. Сағат 10 ба, 11 ба, примерно сондай. Кірсем, екінші этажға көтерілем, бәрі сабақ тыныш, есік жабық, бірақ бір кабинеттің есігі ашық. Осыдан қараймын, бір 4-5-ші класс балалар мен көріп қалады осылай. Туча дейді, бүкіл класс атып шығады. Туча. Ан жақта қараймын, осылай қанша класс бар, мектеп, бәрі атып шығады, мен суретке түсіп жатыр. Бәрі кішкентай олар. Мұғалімдер түсінбейді ғой енді.
Есентай молодец. Он Есентай осы отыр. Ана жақ туча, и бір шеге кетті, когда ішесің, деп прикол ұстап отыр. И мен ана жерде қалай ұялып қалғанын білмеймін, просто мұғалімдер ойлап жатыр. Типа Есентай ол как енді жақсы сабағын жақсы оқыды, Алматыға түсті, грантқа, ана жақта өзінің жұмысын істеп жатыр. Мына жақта актер, вайнер, КВН ойнап жатыр. Молодец, осындай бала болу керек. Ақшасын тауып жатыр, жұмысын істеп жатыр деп. Балалар олай емес, балалар наоборот мен туча персонажын жақсы көріп сөйлеп кетіп жатыр да, ол үшін емес. И мен сол жерде мұғалім алдында қатты ұялдым. Просто ана балалар боқтағанына. Кішкентай балалар боқтамағанда менде, возможно, нормально чувство болатын еді. И сол кезде, ох, ё-моё, деп қалдым, типа, как же неприятно. Саламатсыз, қош келдіңіз. Аға, мұнда лагман, нихуёвый. Сөз салатпен вообще пиздец кетеді, алсаңыз. Аға, кешіңіз. Проектпен қоштасқаным, ол солай болу керек нәрсе. Егер де маған ренжігендер, мені күткен көрермендерім болса, сендердің үміттеріңді ақтамаған үшін үлкен кешірім сұраймын. Твори добро всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как звучит. Құрметті біздің қарапайым қайрат көрермендері, мінекей біздің 5-ші маусым, юбилейный маусым құтты болсын деген ниетпен осындай керемет торт дайындалыпты. Енді тек қана барша көрермендердің отбасына тек қана жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Бізге де тек сәттілік тілеймін. Енді Құдай қаласа қарапайым қайрат 5-ші маусымын міндетті түрде қарапайым каналдан тамашалаңыздар. Тек қана бізге жақсылық болсын. Олай болса, біздің юбилейный маусым құтты болсын. Стоять! Асташ, жібер аны. Қайреке, босалың мен. Міне, мұнда удоның постановлениесі. Твори добро всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому Егер мына сука мына западломнан жана тұрып бер тұрна. Сопақ, құрма тастана пышақты деймін саған. Пидорсың сен түсіндің ғой? Тұра тұршы, қайда, пидор не отыр? Закрыли. Не деген керемет хабарлама, блядь, а? Жирный, пошел нахуй, понял? Қайра, саған предложение бар. Что там? Серьезное предложение. Даче? Адамша бақытты болғым келеді, түсінесің? Құдақпен жібер баламды! Жіберсің! Анашым, ойлашы, тастамашы мен. О, мына сөйтіп жанып тұр ғой. Какая-то крыса тут меня сдала. И как ты думаешь, Кайра? Кто это? А?